Сәлем достар, мен қазір сіздермен үй жағдайында мына трубаларыңыз түзеліп қалса және жаман иіс шықса, сонымен кетірудің лайфхагымен бөлісемін қазір сіздермен үй жағдайында. Әрине бұны кетіретін арнайы құралдар бар, сұйықтықтар бар. Дәл қазір менде ондай нәрсе жоқ, және мен үй жағдайында мына екі затты қолданамын. Біріншісі бұл ас содасы және уксус. Қазір мен мына жерге біршама құйып қойғанмын. Сізде көрсету үшін тағы да төгіп көрсетемін. Өстіп трубаға ас содасын жеткілікті мөлшерде өздеріңіз құясыздар. Содан кейін оның үстінен уксусты құятын боламыз. Сол кезде уксус пен ас содасы реакция береді. Сосын мына жерде тұрған барлық нелерді, кірлерді, майлардың бәрін түгелдей алып шығады. Міне осылай қойғаннан кейін шамамен 1 сағат, жарты сағатқа енді өздеріңіз қарастырып қойып қойсаңыздар болады. Міне біраз уақыт қойып қойғаннан кейін міне содамыздың бәрі еріп, мынандай қап-қара болып шықты. Енді маңызды сәт болған қатты ыстық суды үстіне құю керек, өте көп мөлшерде. Және жібіген май кірлердің бәрін түгелдей алып шығу үшін. Міне көрдіңіздер ме? Содан кейін жан-жағын бәрін губкамен ысқылап сүртіп аласыздар. Раковиналарыңыз тап-таза жып-жылтыр болып, иістің бәрі кетіп, тазаланып шығады. Лайфхак пайдаларыңызға жарасын.